Ақтөбе облысында ақтүтек боранның кесірінен көлік апаты көбейді. Ұйтқып соққан желден қарыс қадам көрінбейді. Сондықтан облыс орталығынан шығатын жолдар жабылып, қала іргесіндегі ауылдарға қатынау қиындады. Ауа райының қолайсыздығынан Маржанбұлақ ауылының маңында 11 көлік бірінен соң бірі соқтығысқан. Жүргізушілер бораннан түк көрмей, алдында кетіп бара жатқан машиналарды байқамапты. Бұл аймақта боранның басылмай жатқанына бір жұмаға жуықтады. Оның үстіне аяз күшейіп барады. Синоптиктер өңірде осындай ауа райы наурыздың ортасына дейін сақталады дейді. Төтеншеліктер құтқару қызметінің телефонына да маза жоқ деп отыр. Өйткені жолдарды жапқалы діттеген жеріне жете алмай, ауыл маңында аялдап қалғандар хабарласуда. Ауа райының нашарлауына байланысты боран, көктайғақ, жол көрінісінің нашарлауы барлық республикалық және облыстық автожолдар жабылды. Қарабұтақ ауылында кемпинг алдында 500-ге жуық жүк автокөлігі, 70 жеңіл автокөлігі және де 5 жолаушылар Шымкент, Мәскеу бағытында 5 жолаушылар автобусы кемпинг алдында тұр.